Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен монтаж жасайтын боламыз үй жағдайында. Ыдысымызға бір жұмыртқа саламыз. Тұзымызды салып аламыз. 20 грамдай сұйық май барлық массаны араластырып, үстіне су құямыз. 300 мл. Енді ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бұны кішкене демалтыратын боламыз. Ішіне салмасын дайындаймыз. Бізге пиязды майдалап турап аламыз барлығын. Жарты килодан асық пияз. Пиязымызды ыдысымызға салып аламыз. Енді картопты турайтын боламыз. Енді 200 грамдай құйрық майымызды турап аламыз. Ал енді 300 грамдай сиыр етін турап аламыз. Қалғанына мен фарш салатын боламын. Ал енді етімізді міне фаршымызды салдық. Енді үстіне қара бұрышымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Барлық массаны жақсылап араластырып аламыз. Енді демалып тұрған қамырымызды жайып аламыз.
Қамырларымызды дәл осындай төртбұрыштап етіп турап аламыз. Видеодағыдай етіп, енді ішіне салмасын салып, мантыларымызды бөгетін боламыз. Ал енді мантыларымызды қасқанға қойып, 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне мантыларымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, үйде жасап көріңіздер. Өте оңай манты.